Қайырлы күн, Алияс Влог каналының қымбатты оқырмандары. Бүгін 4% жеңілдетілген несиемен көлік алу бағдарламасының 2 аптадағы нәтижесімен таныстырып өтейін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен 2 аптада 4% жеңілдетілген несиемен көлік алу үшін 22 мыңға жуық қазақстандық өтініш берген. Олардың ішінде 8795-і 65,1 миллиард теңгеге несие рәсімдеген. Бүгінге дейін 974 тұрғын су жаңа темір тұлпарды тізгіндеген. Айта кетейік, жаңа көлік иелерінің басым бөлігі алматылықтар. Сондай-ақ атап өтер болсақ, 201 көлік алматылықтарға бұйырса, жеңілдетілген несиені ең аз рәсімдеген де осы Алматы облысының тұрғындары болып шықты. Жалпы 4%-бен автонесие алу бағдарламасына 10 мыңға жуық қазақстандық қатыса алады. Ал шарттары бұл жеңілдетілген несиенің баяғысынша қалады, бірақ жаңағы автострахование дейді, сақтандыруды ең басындағыдай бірден 7 жылға емес, жылына бөліп төлеуге де болады. Барлығыңызға сәттілік тілеймін, сау саламатта болайық.